Саламатсыздар ма? Бүгін біздер 3 ингредиенттен тұратын кекс пісіреміз. Ол үшін бізге 5 жұмыртқа, жұмыртқаны жылытып қоямыз. Комнатный температураға жылы болу керек. 1 стакан секер, осы 1 стаканмен ұнды үйліктен өткіземіз. Сол кезде кексіміз керемет болып, пышный болып піседі. Ал енді бастаймыз. Ол үшін біздер ыдысқа 5 жұмыртқамызды жарып аламыз. Болып тұрады. Қанымызында да болып тұрады. Сол үшін суға қоямыз. Енді 1 стакан секерімізді саламыз. Суымызды және миксермен аз меден бастап араластырамыз. Жайдан бастаймыз. Секерін еру керек. Астында секерін болғап тұрып соғасыға. Жайлап көтереміз мына. Аппақ болып көтерілу керек. Жайлап қайға қосамыз, үйдете береміз. Секерді ерді мәкен қарап қоямыз. Соңғысына көтереміз. Жұмыртқамыз қандай болып көтерілді, секермен соққанда осындай ақ болып көтерілу керек. Жақсы болып. Сол кезде қазір кексіміз деген пышный болып піседі. Енді ұнымызды саламыз. Ұнымызды салған кезде асықпай електен өткізіп аламыз. Артық салмайсыздар. Жаңағы секерді салған стаканмен 1 стакан. Духовкамызда 180 минутта қыздырып қоямыз 180 градуста. Мынаны жайлап араластырамыз. Астан барлығын комок болып қалмау керек. Әдемілеп араластырыңыздар. Миксермен соқпас бұрын әдемілеп асты үстіне осылай араластырып алыңыздар. Әпесе қазір комок болып қалады. Жайлап қосамыз. Біріншісіне қосамыз бірінші. Бірінші үст жағын араластырып алыңыздар. Аст жағын араластырамыз. Жақсы етіп араластырыңыздар. Жаңа көтерілгені басылмау керек. Көбін барлығын араластырыңыздар. Осылай болып әдемі болып көтеріледі кекстарыңыз. Осылай болып күшті көтерілгеннен кейін біздер формамызды аламыз. Форманы сармаймен майлаймыз. Сармаймен майлаған тәтті болады. Піскен кезде. Енді біздер үлкен қасықпен, екі үлкен қасық формамызға саламыз. Барлығын
купеге саламыз. Біріншісін купеге жібердік, енді екінші формочкаге саламыз. Бұны да солай 2 қасықтан саласыздар. Ішіне деген кішіміш, орешки салуға, грецкий орех, бірақ менің балам жемейтін болғандықтан мен салмаймын, ал сіздер салсаңыздар болады. Бұл форманы да мен майлап қойдым. Майлауды ұмытпаңыздар. Әйтпесе жабысып қалмайды. Сіздер ұмытпаңыздар майлауға. Салмаймен майлаңыздар. Салмайды. Ертең болып майласаңыздар болады. Salamız. Bir keksimiz pişti. Şimdi de ikinci keksimizi salamız. Yüzü için karıştı salamızdır. 15 yıldan yapıp salamızdır. Keksimiz pişti. Қойдаңыздар, тұтылмаңыздар. Енді 15 минутта су керек, содан кейін барып аламыз. Әйтпесе бұл алынбайды. Соусын кішкене күтіңіздер. Осымен кексіміз дайын. Үстіне әртүрлі креммен, шоколадпен әсемдеуге болады. Мен осылай сахарный пудра себемін. Өздеріңіздің фантазияларыңызға қарай әсемдеуге болады. Өте көп себесеңіздер болады. Рахмет, лайк, подписка, комментарий қалдырыңыздар. Рецепт ұнаса.